Республикалық пәндік олимпиада жыл сайын 15 пән бойынша өткізіліп тұрады. Теміртауда желтоқсанның 7-сі күн Дәстүрлі олимпиаданың қалалық кезеңі өтті. Оған қала мектептерінің 8-11 сыныптарынан 731 үздік деген оқушылар қатысты. Дәстүрлі олимпиада биыл 2 орында өткізілді. 8-9 сынып оқушылары гуманитарлық бағыт бойынша 21-ші орта мектебінде, ал қалғандары Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің аясында өткізілді. Бұл негізгі пәндер бойынша 15 пән бойынша ұйымдастырылып отыр. Оның ішінде жаңағы гуманитарлық бағыт бойынша қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілдері пәндері бойынша ұйымдастырылып отыр, тарих пәндері. Оның ішінде жаратылыстану бағыты бойынша география, химия, биология, математика пәндері бойынша ұйымдастырылып отыр. Олимпиаданың биылғы ерекшелігінің бірі қатысушылардың білімдерін тексеріп, бағалайтын әділ қазылар алқасына облыстың қаламыздың жоғарғы оқу орындарының оқытушыларының шақырылуы. Теміртауқаласының білім беру бөлімінің басшылығы бұл олимпиаданың ашық әрі әділ бағалануына мүмкіндік береді деп отыр. Енді бұл олимпиаданы өткізу мақсатымыз дарынды тұлғаны анықтау, оқушылардың білімділігін анықтау, және біздің Қазақстан Республикасына білімді азамат тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Бұл олимпиада қаламызда бұған дейін де өткізілген, бірақ биылғы ерекшелігі қаламызда жоғарғы оқу орнында, міне индустриалдық университетте, Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінде өткізіп отырғанымыз, осындай мен ерекшелігін отырмыз. Және екіншіден әділ қазы мүшесіне біз жоғарғы оқу орындарынан білікті мамандарды, профессор ғалымдарды шақырып отырмыз, оқушылардың білім сапаларын анықтауға. Пәндік олимпиада 2 кезеңде өткізілді. Осы қалалық кезеңнен өтіп, білімдерін көрсете білген оқушылар облыстық деңгейде білімдерін сынайтын болады. Ал облыстық деңгейде үздік шыққандар республикалық олимпиадаға жолдама алады.